Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздерге нан салма деп аталатын тағамның рецептімен бөлісетін боламын. Бұл тағамды түскі асқа, кешкі асқа дайындап жесеңіздер, өте тойымды және де тез дайындалады. Нан салма тағамын Қазақстанның оңтүстік өңірі көп дайындайды екен. Достар, сіздерден қолдау ретінде ең алдымен қазақ тілді YouTube каналының дамуына өз үлестеріңізді қосып, YouTube каналыма тіркеле кетіңіздер. Описание бөліміне нан салма тағамының толықтай ингредиент мөлшерлерінің барлығын жазып кететін боламын. Ең алдымен еттеріміздің барлығын алдын ала жуып алып, дәл видеода көрсетілгендей турап шығамыз. Келесі кезекте жуамыздың сыртын ашып, жуып алып, жіңішке етіп турап шығамыз. Табамызды, яғни сковородкамызды алдын ала қыздырып аламыз. Ішінде су болмау керек. Су болған жағдайда сұйық майға реакция беріп, бетіңізге май шашырап күйіп қалуы мүмкін. Сондықтан да табамыздың іші құрғақ болу керек. Содан соң сұйық майымызды құйып, қыздырып, етімізді саламыз. Етімізді араластырып, табамыздың крышкасын жауып қоямыз. Етіміз қуырылам дегенше картоптарымыздың сыртын ашып, жуып, кубиктап турап шығамыз. Одан кейін жаңа қуырылып жатқан еттің үстіне жуа, яғни пиязымызды салып, қасықтың көмегімен араластырып шығамыз. Содан соң дәміне қарай аз-маз етіп тұз себеміз. Еттеріңіз тұздалған болса, бұл жерде тұз себудің қажеті жоқ. Үстіне туралған картоптарымызды салып, крышкасын жауып, бұқтырып қоямыз. Ендігі кезекте қызыл болгар бұрыштарын турап шығамыз. Қалай турасаңыздар да өз еріктеріңіз. Одан кейін бір сәбіздің жартысын тураймыз. Бұл да сәбізде ерекше дәм береді. Одан кейін қызанақ, яғни помидорымызды турап аламыз. Барлық көкөністер алдын ала жуылған. Ендігі кезекте табамыздың крышкасын ашып, чесноктың жасыл шөбін саламыз. Егер де чесноктың жасыл шөбі болмаса, орнына чеснок қоссаңыздар да болады. Болғаннан кейін көкөністеріміздің барлығын салып, қасықтың көмегімен араластырып, крышкасын жауып, 15 минут көлемінде оттығымызды қатты қоямыз. Яғни бұл жерде еттің, жаңағы көкөністердің барлығының сорпасы шығып, өз сорпасына бұқтырылады. Салмамыз пісем дегенше нан салманың қамырын дайындаймыз. Ол үшін бізге су, тұз және де жұмыртқа керек болады. Су салқын болуы керек. Барлығын видеода көрсетілгендей жасаймыз. Алдын ала суымызға тұзды қосамыз, одан кейін үстіне жұмыртқаны қосып араластырамыз. Дәл видеода көрсетілгендей қолымыздың көмегімен жақсылап қамыр илеп шығамыз. Қамыр қаттылау болу керек. Егер де жұмсақ болған жағдайда қамырымыз пісіп жатқан кезде езіліп кетеді. Қамыр иленуге таяу қалған кезде үстіне сұйық май құямыз. Сұйық май бұл қамырдың жұмсақ болуына жақсы көмектеседі. Қамырымызды шамамен 5 минут көлемінде илейміз. Егер де тез-тез илеген жағдайда ішінде ұндар қалып, қамырға бірікпей қалуы мүмкін. Қамырды илеп болғаннан кейін бетіне табамызды төңкеріп, 20 минутқа демалдырып қоямыз. Салманың сорпасы шығып, бұқтырылып жатыр екен. Ендігі кезекте үстіне бір кесе суымызды құйып, қайнағанша қарап тұрамыз. Қайнағаннан кейін оттығымызды азайтамыз. Сонда 1,5 сағат көлемінде жай оттықта етіміз де, қалған көкөністеріміз де пісіп шығады. Демалған қамырларымызды екі бөлікке бөліп, суала жасайтын боламыз. Достар, айта кетейін, менің YouTube каналымда түрлі тағамдардың, түрлі тәттілердің, одан бөлек пинтуодо курсының отидо сабақтары түсіндірілген. Одан басқа да фастфудтың рецепттері бар. Міндетті түрде тіркеліп қойды, ұмытпаңыздар. Қамырларымызды суала жасап, пакетке немесе жаңа төңкерілген табамызға қойып қоямыз. Ескертетін жағдай, қамырдың бетін ашық қалдырмаңыз, себебі қайысқап қалуы мүмкін. Ендігі кезекте нан салмамен жейтін соус дайындаймыз. Ол үшін бізге айран немесе қаймақ қажет болады. Айранымызға чеснок, укроп салып, шанышқының көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Чеснокты майдалап турасаңыздар да, немесе арнайы чеснок өткізетін ыдыстың көмегімен өткізіп алсаңыздар да болады. Чеснок майда болса болды. Тағамның дайындалуына соңғы этаптар қалды. Ендігі кезекте демалған қамырларымызды оқтаудың көмегімен жайып шығамыз.
Ескертетін жағдай, қамырды қатты қалың етіп те, қатты жұқа етіп те жаймаңыздар. Қалың етіп жайсаңыздар, желінген кезде піспей қалуы мүмкін, немесе жеген кезде неудобно, яғни ыңғайсыз болып қалуы мүмкін. Жұп-жұқа етіп жайсаңыздар, пісіп жатқан кезде езіліп, былайша айтқанда ботқа болып қалуы мүмкін. Сондықтан да орташа көлемде жайыңыздар дегім келеді. Енді бізге қамырды кесу ғана қалды. Ол үшін жайылған қамырдың ортасына жабысып қалмас үшін көбірек етіп ұн себеміз да, әрі қарай видеода көрсетілгендей жасап, қамырларымызды кесіп шығатын боламыз. Қамырды кеспес бұрын алдын ала қазанымызға суды көп мөлшерде құйып, оттыққа қоя береміз. Қамырды кесіп болам дегенше суымыз қайнайды. Осы жерде уақыттарыңызды үнемдейсіздер. Яғни су қашан қайнайды деп күтпейсіздер. Сол үшін алдын ала суымызды қайнатып аламыз. Әрі қарай қамырларымызды кесіп болғаннан кейін ортасынан ажыратып аламыз. Келесі кезекте қайнап жатқан судың үстіне дәміне қарай тұз саламыз. Одан кейін қамырларымызды салып шығамыз. Қамырлардың арасы жабысып қалмас үшін қасықтың көмегімен ажыратамыз. Шамамен 5 минут көлемінде қамырларымыз бұрқырап піседі. Піскен кезде сүзгіштің көмегімен қамырларды сүзіп шығамыз. Сүзгіш арқылы жаңағы қамырдың суын сырқып аламыз. Қамырларымыз дайын. Ендігі кезекте жабысып қалмас үшін қасықтың көмегімен осылай жылжытамыз. Қамырдың үстіне салмасын салып, орналастырып шығамыз. Бізге ас болсын, сіздерде дәл осы мен ұсынған рецептпен нан салма тағамын жасап көріңіздер. Сәндігі үшін пияз және де укроп септім. Егер де сіздер қаламасаңыздар, сеппей-ақ қойсаңыздар болады. Достар, сіздер осы уақытқа дейін нан салма тағамын дайындап көрдіңіздер ме? Қалай дайындайсыздар? Егер де қыр-сырлары болса, комментарий бөліміне бөлісе кетіңіздер. Достар, видео пайдалы болса, ұнаса, лайк басып қоюды ұмытпаңыз. Және де нан салма тағамын соуспен жесеңіз өте күшті болады. Соустың рецептін описание бөліміне міндетті түрде қалдырып кетемін.